Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі таңдағы хит самсалардың бірі өзбек самсасын дайындап көрсететін боламын. Бұл самсалардың қамыры өте жұмсақ, үгітіліп нәзік болып шығады, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал құрамы мен мөлшерін төменде описание бөлімінде міндетті түрде жазып қалдырамын. Ең алдымен 160 грамм суға шай қасықтың ұшымен қант және жарты шай қасық тұз, 9% сірке суын қосып араластырамыз. Сонымен біздің самсамызға қосатын сұйықтығымыз дайын болды. Енді онды електен өткізіп, дайындап қойған сұйықтықты және 25 грамм ерітілген сары майды құйып, қамыр елейміз. Басқа еш нәрсе қосудың қажеті жоқ. Осылай айналдыра елеп отырсаңыздар, өзі біркелкі қамырға айналады. Мінекей біз қамырды жақсылап елеп алдық. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, нәзік қамыр еленіп шықты. Енді осыны пакетке салып, тоңазғышқа жарты сағатқа тындырып қойып қоямыз. Жарты сағат өткен соң тоңазғышта тұрған қамырымызды аламыз. Оны теңдей етіп екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін пакетке салып қоямыз, ал екінші бөлігін дәл етке нан жайғандай етіп, дөңгелектеп жұқалап жайып аламыз. Бұл қамырмен жұмыс жасау өте жеңіл, сондықтан онды көп сеппеңіздер. Құрамында сары май болғандықтан нанды тез оңай жайып аласыздар. Мен шамамен 2-3 минут ішінде дәл етке жайғандай етіп жайып алдым. Достар, егер де бұл видео сіздерге ұнап жатқан болса, міндетті түрде осы видеоға лайк қойып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Өйткені бұл менің каналымның дамуына, өсуіне өз үлесін қосады. Ал егер каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде видеоның астындағы подписаться батырмасын және жанындағы қоңырау белгісін басып, каналға тіркеліп алыңыз. Алдағы шығатын жаңа видео рецепттерді сіздер осылайша бірінші болып көретін боласыздар. Ал біз қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып алдық. Он сеппей мен осылай бір шетке жинап қоямын. Енді екінші қамырды дәл осылай жайып аламыз. Негізінде қамырды екіге бөлмей-ақ бір үлкен қамыр етіп жайсаңыздар болады, бірақ өзіме осылай екіге бөліп жайған жеңіл және ыңғайлы. Енді қамырға ерітілген майды жақсылап бір тегіс етіп жағып шығамыз. Сүйікті көрермендерім, бұл самсаны міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге сөзсіз ұнайтын болады. Және де бұл самсаны тапсырысқа пісіре берсеңіздер болады. Қамырдың бетіне майымызды бір тегіс етіп жағып алғаннан кейін үстіне жаңағы орап алып қалған бірінші қамырымызды осылай орналастырамыз. Бұл қамырдың да үстінен дәл жаңағында ерітілген сары майымызды бір тегіс етіп жағып шығамыз. Ал енді видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырдың шетінен бастап жақсылап нығыздап қамырды рулет секілді ораймыз. Барынша арасында ешқандай ауа қалдырмаңыздар. Қамырымызды орап шықтық. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды қысып, бұрап шығамыз. Және де қамырды орап тоңазғышта кемінде 2 сағатқа немесе 1 түнге қалдырсаңыздар тіптен керемет болады. 1 түнге қалдырсаңыздар майы сіңіп, қамыр ерекше нәзік болады. Ал енді самсамыздың салмасын дайындаймыз. Картоп пен пиязды ұсақтап турап аламыз. Мен сиыр етін қосамын. Кез келген етті уақтап турап, немесе ет тартқыштан блендерден өткізіп алсаңыздар болады. Жалпы картоп салу міндетті емес, өз қалауларыңызға қарай саласыздар. Дәміне қарай жарты ас қасық тұз, манты дәмдеуші, паприка, қара бұрыш 3-4 ас қасықтай сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің самсамыздың салмасы дайын. Ал енді тоңазғыштан самсамыздың қамырын шығарамыз. Менде бір түн тұрды. Қамырды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен барлығы бір елкі шығу үшін 40 граммнан өлшеп алдым. Өлшеп алғаннан соң қолымызбен басып, жайғанға ыңғайлап дөңгелек жасап аламыз. Қамырға аз-аздан ұн себе отырып, оқтаумен жайып аламыз. Қатты баспай, жай ғана шетінен басып отырсаңыздар өзі-ақ дөңгелектеніп жайылады. Және де қатты қалың да, қатты жұқа да емес, орташа етіп шетінен ғана жұқалап жаямыз. Қамырды жайып алдық, енді самсамызды түйуді бастаймыз. Мен қамырды осылай тізіп шығып, барлығына теңдей етіп салмасын салып аламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай екі шетін қайтарып, ақырын ғана басып қоямын, тез жабысып қалады. Содан соң қалған екі шетін қайтарып жабамын. Айтып кеткендей, қамыры жұмыс жасауға өте ыңғайлы, қиналмай түйіп аласыздар. Сіздерге барлығы түсінікті болу үшін асықпай көрсетіп жатырмын. Мінекей самсамызды түйіп, формаға жайғастырып алдық. Бетіне бір жұмыртқаны жарып жағып шығамыз, және қалауыңызша әсемдік үшін түмен немесе күнжіт сеуіп шығамыз. Немесе еш нәрсе сеппей қойсаңыздар да болады. Алдын ала 200 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің самсаларымыз өздеріңіз көріп тұрғандай әдемі болып, қызарып, көтеріліп, кереметтей болып пісіп шықты. Осылайша біздің өзбек самсаларымыз дайын. Ыстықта жесеңіздер өте керемет, сөз жоқ, дәмді болып шығады. Қамыры да өте нәзік, жұп-жұмсақ, үгітіліп тұр. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге және отбасыңызға ұнайтын болады. Егер бұл видео рецепт сіздерге пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, жанында тұрған қоңырау белгісін басып қойыңыздар.
Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Әйгерім.